Вот. Как именно? Нет, Решение дождевания. ага, решение дождевания. Негізі біз айтып кеткен аэрозольны орошение ол осы жаңбырлатып суғарудың жетілдірілген тәсілі болып саналады. Өйткені оның бұдан айырмашылығы неде? Оның тамшылығының размерінде, өлшемінде. Вот. Енді бұны біз өткен кезде біз негізгі принциптерін, түрлерін, жаңбырлатқыш жүйелердің насадка дейді ғой, саптама дейді. Саптамалардың жаңбырлатқыш машинаны және олардың есептеу жолдарын өтеміз. Енді жаңбырлатуды өздерің білесіңдер, не ол? Ал айтып беріңіз, сіз как раз пайдаланасыз ғой жаңбырлатқышты. Жаңбырлатқыш шашатын. Дұрыс, ол арнайы қондырғылармен, техникалық қондырғылармен майда тамшыларға жер бетіне шашырату түрі, яғни ол жаңбыр түрінде топыраққа және өсімдікке, сонымен қатар өсімдік пен жер бетінің арасындағы ауаны да ылғалдандырады. Оның бір пайдасы осы, яғни топырақтың микроклиматы өсімдік үшін өте жақсы ықпал етеді. Ол көбінесе қай жерлерде пайдаланады? Тегіс жерлерде, содан кейін еңістігі өте кішкентай жерлерде қолданады. Судың өткізу қабілеті, топырақтың суды өткізу қабілеті орташа және жоғары топырақтарда. И көбінесе оны сіздер нені қолданасыздар? Көкөністік дақылдарды, соңген техникалық, соңген обычно мал жайылымдарда қолданады негізі. Енді оның қандай артықшылығы бар? Бұл суғару тәсілін қолданған кезде оның полностью автоматтандыруға болады, полностью. Содан кейін микрорельефі күрделі жерлерде, еңістігі обратный дейді ғой, сондай жерлерде де қолдануға болады. Содан кейін бұл бір жақсы жері, мысалы біз жер бетімен суғаруды бергенде біз суды бере саламыз. Яғни біз оны беретін мөлшерін реттей алмаймыз. Мына жерде біз жаңбырлатып суғару кезінде 50-ден 900 метр куб гектарға дейін біз реттеуімізге болады. Яғни біз 50 деп берсек метр куб гектарға сөйтіп береді ол. Өзі сондай аппараты бар, өзіңіз білесіз, пайдаландыңыз ғой, сондай мен істеуге болады. Содан кейін мен тағы да айтып кеткем, оны микроклиматты жақсартады. Содан кейін біз суғаруды берген кезде, сіз айттыңыз, бізге пайдалысыз болмады, потому что ол жер асты суына әсер етпейді. Во-первых, мендегі бұндай емес басын, сіз айтты, катушечный. Ну, это вообще общее. Оно отсутствует уровень грунтовых вод. Вот что я хотела сказать. Уровень грунтовых вод отсутствует. И егер уровень грунтовых вод жер асты сулары көтерілмейтін болса, онда тұздану да болмайды, батпақтану да болмайды, дұрыс па? Бірақ оның кемшіліктері бар. Ең бірінші ол не? Ақшасы көп, дұрыс айттыңыз. Ақшасы өте көп болады оның. Яғни өзіндік құны бірінші өте үлкен болады, потом бұған обязательно электроэнергия керек болады, вот высокая энергоемкость. Содан кейін біз айтып кеттік, ол бірақ машинаға да байланысты, оның қатты жел болса, суғару біркелкі болмайды. Содан кейін айтып кеттік, егер ауыр топырақтар болатын болса, оны тереңге ылғалдандыру мүмкіншілігі жоқ ондай. Сон сіздерде ауыр топырақтар болуы мүмкін. Сондықтан ол жақсы ылғалдандырмайды суды. Сондықтан оны ондайға пайдалануға болмайды. Содан кейбір, мысалы, виноградты, посленовый дейді ғой. Вот это посленовыйлар кейбір түрлер, мысалы, баклажан, сондайлар жатады. Соларды суғару ол отрицательный энергия береді, реакцияны. Вот.
Енді жаңбырлатудың түрлері. Топырақты ылғалдану және оның суды беру мерзіміне байланысты, өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты ол екіге бөлінеді: қарапайым және импульстік. Содан кейін жерде жер бетіне жақын жаңбырлату. Ол мысалы мына көрсетіп тұр. Көріп тұрсыздар ғой, жер бетіне жақын болады да, ол мысалы 12 метр секундына осындай қойып жатқаны. Негізі түріктердің менде бір фильмі болып еді. Олар бір адаммен әртүрлі болады. Олар былай да істейді, былай да көтереді, былай да істейді. Сондай ма? Сол дополнительный істеуге болады түріктерде. Бізде де сондай бар ғой. Енді екінші түрі подкроновый дейді. Анау бар ғой. Деревья дейді. Қазақшасы не оны? Ағаш аналарды подкроновый дейді. Крона деген білесіңдер, вот это крона дейді оны. Это подкроновое орошение. Ол көбінесе барлық жерде қолданады, қазір көбінесе бізде де қолданады ғой. Вот. Көбінесе, бірақ США, Нидерландтарда көп пайдаланады. Яғни ол жақта суды үнемдейтін микронасадкалар болады. Сөйтіп подкронымен, яғни ананың астымен суғарады, көрсетіп тұр. Ары қарай. Жаңбырлатудың түрі: бірінші ротаторный, ана тұр. Ол енді орташа суғару мөлшерлерімен және қарқындылығы орташа қылып береді. Екінші түрі статический жаңбырлату, яғни оның суғару мөлшерлері үлкен және үлкен қарқындылықпен береді. Көрсіп тұр ғой өзде. Ары қарай микродождевание дейді. Ол то же самое, как мелкодисперсный дейді ғой, бағана тұман секілді. Импульстік жаңбырлату. И үшінші роторное дождевание. Ол енді кішкентай, үлкен емес суғару мөлшерлерімен және қарқындылығы да үлкен емес. Сол 5 түрі болады. Мына жерде біз осы жаңбырлатып суғарудың схемасы көрсетілген, жүйесі. Олардың элементтері көрсетілген және неден тұрады ол? Ең бірінші су көзі, қай жерден аламыз? Ол каналдан болуы мүмкін, өзеннен алуы мүмкін, яғни. Екінші ол обязательно не болу керек? Насосный силовой, яғни насос болу керек. Соңген тұрақты каналдар мен құбырлар болу керек. Қуақытша желіс каналдары. Немесе сіздер мысалынан істеген кезде тез жинап алатын құбырлар болуы мүмкін. Шланг секілді, сондайлар болуы мүмкін. Және кейбір аппараттар бізде осымен істеген кезде тұрақты тұрады, стационарын. А кейбіреулері вегетациялық кезең біткенде жинап алып құрастырмалы. Сондай да болуы мүмкін, сондайлардан тұрады. Енді конструкцияның әсеріне байланысты мен соны анада да айтып кеттім. Тұрақты, жартылай тұрақты және жылжымалы болып үшке бөлінеді. Мына жерде бізде негізгі осы су ағынын жаңбыр тамшысына айналдыратын негізгі элементі болып саптама болып саналады. И аппараттар. Саптама деген мынау, көріп тұрсыздар ғой. Яғни насадка, үстіндегі насадка. Ол енді не үшін керек? Ол жасанды жаңбырды түзейтін, бірақ өзінің жылжитын бөліктері жоқ. Соны насадка дейді. А егер біз соны, мысалы, жасанды жаңбырды жасаған кездегі, түзейтін кездегі аудан бойынша ол жылжып отыратын болса, оны біз аппарат дейміз. Айырмашылығы сол. Мысалы, мынау бізде аппарат. Яғни ол жаңбырлатқыш
саптамалар ол екі түрлі болады. Дефлекторлық және струйный ағынды болып екіге бөлінеді. Мына жерде оның дефлекторлық мынаусы көрсетіп тұр. Мынау аппарат, мысалы мынау тұрақты болып тұрады да, мынау насадкасы ғана жылжып отырады. А мынау өзі насадкасы. Түсіндіңдер ғой айырмашылығы. Яғни мына жерде ешнәрсе жылжымайтын жоқ қой. А мына жерде бәрі жылжып отырады. А мына жерде жылжымайтын мынау тұрады. Сол аппараттың екеуінің айырмашылығы содан. Енді дефлекторлық саптамада су аққан кезде ол белгілі бір жылдамдықпен шығады судан. Содан кейін дефлектор арқылы ұрылады, оны былай сумен қаптап, сөйтіп белгілі бір, как называется, скоростьпен, жылдамдықпен ол тонкий су пленкасын құриды. Сөйтеді, ол ауаға барған кезде шашырап кетеді. Осының сущності осындай. Оның енді қандай артықшылығы бар? Оның артықшылығы ол суды шашатқан кезде біркелкі шашырады. Оның диаметрі 0,9-1,1 мм. При оның арыны үлкен емес 0,108-0,115 мегапаскальдың арасында болады. Және оның энергиясы көп кетпейді оған. Бірақ оның кемшілігі, оның шашырату, әсер ету радиусы үлкен емес. Ол тек қана 6-8 метрге дейін ғана, және үлкен қарқындылықпен апарады суды. Соның өзінің кемшілігі сол. Енді екіншісі ол ағынды саптамалар. Олар сопла дейді ғой, мынаны сопла дейді. Сопла ретінде одан ол үлкен жылдамдықпен шығады, атмосфераға барып, сөйтіп ауада сопротивление болады ғой, соны сейчас етеді, сол кезде ол майда шашырап кетеді. Бізді негізі далаларда тұрған осы негізі. Көріп тұрдыңдар ғой, ол былай етіп, анандаймен былай етіп айналып өтеді. Так. Струямен ұрады, шашырайтын, басында не тұр? Ұрып тұрады. Иә. Суды ұрады, пружина жасалған. Оны импульстік дейді. Ол импульстік, ол былай. Сіз айтып отырғаныңыз импульстік, ол раз айтып, айналып кетеді. Оны импульстік дейді. Оны қазір оғанда баратын шығармыз. Так, енді өзінің арыны мен дальность дейді ғой, ұзақтығына байланысты олар 3 түрге бөлінеді. И осыған байланысты жаңбырлатқыш машиналар да осыған байланысты бөлінеді. Яғни короткоструйный қысқа ағынды, орташа ағынды және алысқа шашатын саптамалар болып бөлінеді. Вот мұны 3 түрі тұр мына жерде. Ары қарай. Енді өзінің жасайтын қажетті арынына байланысты және өзінің жылжу тәсіліне байланысты жаңбырлатқыш қондырғылар, жаңбырлатқыш машина, жаңбырлатқыш агрегат және жаңбырлатқыш қондырғылар болып бөлінеді. Жаңбырлатқыш қондырғылар сонымен қатар жабық суғару жүйесінен алу мүмкін и ашықтан да алу мүмкін. Ол енді жаңбырлатқыш машинаның түріне байланысты. Ары қарай, суды өткізу, суғару принципіне байланысты ол үздіксіз жаңбырлату бір позицияда, үздікті жаңбырлату бір позицияда және жүріп жаңбырлататын машиналар. Мысалы, үлкен машиналар негізінен жүріп істейді. Мысалы, сіздің барабаны тоже жүріп істейді ғой, мысалы, суды. Соның арқасында жүргеннен вот этот наматывается и разматывается. Содан кейін жаңбырлатқыш қондырғылар сол жасаған арына байланысты төмен арынды, яғни 30 метрге дейін, және үлкен арынды болып 30 метрден жоғары болып бөлінеді.
Сонымен қатар мен қазір ғана айтып кеттім, саптамаға байланысты, олар айтып кеттім, короткоструйный, яғни оның радиусы 10 метрге дейін әсер ету, орташа ағынды 50 метрге дейін, и алысқа шашырататын 50 метрден жоғары болып бөлінеді. Яғни ол негізі саптамаға байланысты. Қазір айтып кеттім оны мен. Мына жерде көптеген машиналардың сипаттамалары көрсетілген. Мысалы, мына ДДА-100М, Кубань, Фрегат, қазір айтып кеттік, бәрі де көрсетілген. Солардың сипаттамалары. И мына жерде Внегимнің жасаған бұрынғы Кубаньды олар жетілдіріп, Кубань L деген электрдің жұмыс істейтін машина. Машинасының суғару желісімен соның жұмыс істеу суреті көрсетілген. Негізі бұл машина қысқа жақын жерге шашырататын машиналардың түріне жатады. Мына жерде орташа жаққа шашырататын оған Фрегат, Днепр, Ки-50, Ксит дегендер, Сигма деген машиналар жатады. Олар енді көбінесе көкөністік, техникалық тақылдарды, астық тұқымдас тақылдарды, дәндік тақылдарды, және жоңышқа, көп жылдық шөптерді суғару үшін қолданылады. Енді оны көріп тұрсыңдар. Негізі опоралардан солардан тұрады. Мына жерде просто мен көрсеткенім, мынау Фрегатпен суғарған кездегі суғару желісін көрсетіп қойғам. Ол енді 8 танапты, былай етіп по кругу поливается. Мына жерде алысқа шашырататын машина. Оған енді ДТН-70, ДТН-100 жатады машиналар. Ол да сол дақылдарды суғарады. Енді әрбір... Оның радиусы 70 метрге дейін. Енді негізі әрбір машинаны алатын болсақ, бізде Марковтың справочнигі бар. Сол Марковта, мысалы, әр машинаның схемасына байланысты олардың аудандары да әртүрлі болады. Мысалы, мына жерде бір машинаның өзі, мысалы, по кругу, шеңбер бойынша және сектор бойынша суғару мүмкін. Яғни солардың барлық аналары тұр, схемалары тұр. Соған байланысты суғарудың ауданында есептеп алуға болады. Қайсысы тиімді? Түсініңіздер ме? Сол Марковта тұр негізі. Барлық машиналар әртүрлі схемамен суғарады. Оны өздерің... Бұрыннан бар ғой, ол енді анаған крепится. На этот тракторға істелінетті. В принципе, мне кажется, барлық ауылдарда бар осы машина, Насостарды алды. Енді, дұрыс айтасың, насос обязательно нужен здесь. Енді, тура солай, жаңбырлатып суғару кезінде оның техника элементтерін есептейді. Ең бірінші жасанды жаңбырдың қарқындылығын есептейді. Мұны формуласы мынау. Бірақ ол бұл формуланы есептеген кезде әр машинаның түріне байланысты формулаларды әртүрлі болады. Мысалы, мына жерде тұр, мысалы, көріп тұрсыздар. Радуга, Волжанка, Днепрде мынандай формула, ДТН-70, ДТН-100 мынандай формула, және ДТА Кубаньда мынандай формула. Яғни өйткені ол біреусі шеңбермен істейді, соған байланысты, түсініңіздер ме? Соған байланысты формулалары да өзгеріп отырады олардың. Және соңынан біз обязательно орташа қарқындылығы суға сіңу, топыраққа сіңу жылдамдығынан кіші болу керек, обязательно. Әйтпесе не болады? Батпақ болып кетеді.
Вот. Сонымен қатар оның ұзақтығын, суарудың ұзақтығын, санын, машинаның санын, енді мына жерде де тура сол ұзақтығын, және сол бір жолды өтетін кездегі судың қалыңдығын есептейді. Слой воды обязательно есептейді формула бойынша. Ары қарай тағы да длину биефа дейді. Биефтің ұзындығын. Содан кейін егер жаңбыратып, фрикат секілді шеңбермен суғарады ғой, сол кезде оның бір позициядағы ұзақтығы мынандай, содан кейін өнімділігін есептейді соңында. Өнімділігі негізі маусымдық, тағы да есептейді, оның санын есептейді, және ең соңында біз суғару тәртібін есептеген кезде обязательно гидромодульді есептейміз. Гидромодуль дегеніміз не, білесіздер ма? Гидромодуль дегеніміз не? Гидромодуль. Судың меншікті шамасы. Егер біз гидромодульді білетін болсақ, біз өзімізге керек ауданға судың өтімін анықтауымызға болады. Сол гидромодуль арқылы обязательно любой ананы істеген кезде біз өзіміздің таңдаған машинамызға үлестіріп жасауымыз керек. Түсініңіздер ме? Енді мына жерде сіздің барабанный типіңізді көрсеттім әдейі. Мына барабанный тип осындай ма сізде? Негізі мен барлық жерге осыны мақтаймын, сіз жамандап отырсыз. Ол енді негізі топыраққа байланысты. Мен оны айтып кеттім. Сіз любой машинаны таңдаған кезде соны любой машинаны таңдаған кезде оның техникалық сипаттамаларын таңдап, топырақтың, біз айтып кеттік қой, механикалық құрамына, жер асты суларына, бәріне байланысты таңдайды машинаны. А сізге бергенді сіз ала салдыңыз, дұрыс па? Сондықтан енді сіздерге таңдауға мұша берген жоқ, бірақ негізі оны таңдау керек. Сонда сізге ол тиімді болатын еді. Ал енді оның үстіне бізден пушт қоймана ғой. Сол жерге жаман. Бізге консульді берген жоқпыз. Консулдың ішіне төлінді ғой. Иә. Біздегі тек қана пушқа. Ол пушқа бізде басынан жерге. Әрине, біз айтып кеттік, жаңбырлатып машинаның кемшілігі желдің әсері деп кеттік, Енді міне, оның мысалы недостатки, міне, как раз Во-первых, біз айтып кеттік, обязательно трактор керек, бұл машинаға, обязательно алып келу үшін. Потом, жоғары давлениесі болу керек, суды келген кездегі входе, И обязательно диапазон применимости при использовании дальнострунного дождевания. Сіздің диапазоныңыз как раз сәйкес келмей тұр. Сіз айтып отырсыз, А енді оның негізгі артықшылықтары, негізі полностью автоматтандыруға болады негізі. То есть высокая степень. Потом жұмыс істеуі оңай. Шынымен оңай ғой. Газым келді, жинайсыз 4-5 сағат өтеді, ана басқа жаққа көшіп үшін. Жоқ. Енді каждый ананың өзінің нюансы бар. По идее, он здесь полил, Полил, закончил. Сіз ананы айтып отырғаныңыз, должен приехать трактор, правильно же? Его переместить должен туда. Соны айтып отырсыз ғой. Потом этот шланг вытянуть, минимум там 2 часа уйдет, 400 метров тартушun, 1 сағатқа өтеді. Өйткені қатты жүре алмайсыз, қатты жүрмейді, дұрыс. Тура шлангты мысалы апарасыз 400 метр, менке 400 метр, 400 метрге апарасыз трактор. Және оны 1 сағат, 1 сағат өтеді. Соны қоясыз. Шunu барып қосасыз да, соны не бар, ана шлангты өзі нақтыға келеді ұқсас болды. Дұрыс. Соны бәріне уақыт көп. Сіз енді жер бетімен суғару секілді санап отырсыз ғой. Жер бетімен аласы, жібере саласы суғарылады. Жер бетімен оңай деп отырған жоқ, ол бұдан да қиын. Просто ондай су мол су беремейді. Енді мол су бермейді.
Не, да, что не есть. Мен сізге айтып кеттім. Ол егер жер асты төмен болса, оның бір кемшілігі ауыр топырақтарды терең ылғалданбауы. Значит, сіздерде ауыр топырақ, во-первых, потом тұзданған топырақтарда қолдануға болмайды дедік, иә? Сіздерде все-таки тұзданған топырақ. Енді эффективность меньше будет дегенім ғой, тиімділігі поменьше. Вот. Енді бұл жердің енді аштықшылығы үлкен аймақты, үлкен еңістіктерде қолданыла беруге болады, иә? Потом мобильность. Мына жерді суғардың да, ана жаққа апарасың. Болмайды, кішірек болады. Ана үлкендердің жаңағы анау круговой не бар ғой, сол дұрыс. Нет, уклон, еңістікті айтып отырмын. Еңістікті айтып отырмын мен. Небольшой уклон болар іштейді. Да, вот, мен соны айтып отырмын. Бұның неге мен маған бұл суғару анаусы машинаның маған ұнайтыны, ол 4 гектардан басталады. Яғни кішкентай жерді суғаруға бола салады. Мысалы, кішкентай фермелер бар ғой, өзінің кішкентай жеріне жетеді су. Мен соны айтып тұрмын. Сельхоз деген ол сельский, фермер деген ол сиыр. Біз сельхоз, сельскохозяйство. Бізде 4 гектар емес, ол бізде. Вот. 600 гектар. У меня вопрос. Так. Интересно, конечно. Слушай, я просто слышал недавно про то, что ледники, короче, у нас в Казахстане, они очень сильно оттаяли, так что обратно не могут в нужное размере. Ну, Проблема в том, что как бы, типа, в ближайшие там, лет 10-20, вообще, в принципе, вот в этом районе, да, Казахстана, и не только ближайшие, по миру, да. будет очень сильно, не по миру, а именно вот Узбекистан, вот в этих странах, что будет мало воды, короче, что все хаосы будут дышать воды. Да. Во-первых, почему ледники тают? Ледники тают, потому что потепление климата идет, правильно же? Поэтому идет потепление климата. Если вы заметили, сейчас поменялся климат. Север жақта, например, теплее, у нас, наоборот, холодно. Идет, вот, меняется климат везде. Потом, почему вот эти ледники тают, во-первых? Во-вторых, это потепление климата. Во-вторых, почему? Нет, еще что? Вот. Самый это бич, это у нас загрязнение воздуха. То есть аралдың тұзы можно где-то там найти, да, на Гималаях везде. То есть тұздың бәрі ол ледниктерді істеп отыр. Правильно. Вообще сейчас идет такая тенденция, вот у нас, я в ЮСАИД сижу, по центральной страны, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Казахстан, 5 республик, жыл сайын у нас идет конференции, тренинги идут, вот по водной безопасности как раз. И вот все вот сейчас тревогу делают, что со временем будет очень большой дефицит водных ресурсов. Поэтому, да, по факту это. Поэтому вообще по идее надо делать, я считаю, что как за рубежом, надо, когда строишь дома, надо делать умные дома, во-первых. То есть разделять техническую воду и питьевую воду. Чтобы эти дома построить, надо сперва посадить, продать. Сөзіңіз бөлінші мен естігенем. Бізде водохранилище бар ғой. Вот қазір су жетпейді көктемде бізде. Да, жетпейді, иә. Сол водохранилищенің ар жағын расширять етуге болады ғой, расширять етіп, тағы емкосын үлкейтуге болады ғой, например. Соны бір государственный істемей жатқаннан кейін ал келеді да, ойланып кейін уже жаздың ортасында су жоқ дейді де бәрі каналдың бәрін жауып тастайды, судың бәрін қысып тастайды. Қазір қарап отырсаңыз речкаға судың бәрін жіберіп отыр. Соны расширяться, например, углубление жасап, ары қарай тағы расширять етсе, уже умейтін су көбейеді ғой жерде. Оны жерде қазір электр станцияларды қойып жатыр. Например, қазір грубо айтқанда бір сағатта 100 литр су ағатын болса, қазір электр станция қойып жатыр қазір. Үшеуін қойып жатыр. Екеуі тұр, енді тағы қойып жатыр. Уже 300 литр су кетеді, грубо айтқанда. Сағатта қанша су кетеді, уже элементарно біреу тоқты шығарып жазды уже, шоқ тоқта керек, атак халыққа су беріп кезде, халық уже стандарт етеді. Егер су жоқ. Ну, в общем, я не докончила вас вопрос.
вот первый, предыдущий, это надо как раз-таки использовать водосберегающую технологию, чтобы сберегать воду. Вот сейчас и Токаев сказал, что надо обязательно очень много уделять внимания на вот это водосберегающие технологии. Там есть же, вот, есть ледник, Да. Есть момент, когда вот он тает, да? Вот я просто это изучал тоже. Да. Там была какая-то система, что туда какая-то труба на эту гору условно, и она там вот это вот рассеивает воду. И там вот этот ледник опять больше Опять становится, да. И вот за счет того, что он больше становится, он естественным путем к себе вот эту воду опять Да, притягивает, начинает. да, да, И мы с да. этим моментом про, ну, как бы все, Ну, сейчас очень много таких технологий, вот вы как сказали, еще есть технология, допустим, какие-то шары вот эти кидают на пруды, она тоже против испарения идет, вот за рубежом такое делать. Вот эти, они черные шары, они как бы вот это, и вода не испаряется. Вот очень много таких технологий сейчас, если на самом деле. А вот сіздің сұрағыңызға, қандай сұрақ дедіңіз? А, вот, түсіндім. Вообще, вам это кажется легко, что так сделать. Вообще, по идее, у нас почти все реки Казахстанда трансшекаралық өзендер, білесіздер ма? То есть, мысалы, біз как раз пред Таджикстанда болған кезде менімен бірге Шу-Талас бассейн инспекцияның бастығы болды, менімен бірге Гүлмира, да, это. Потом Балқаш Алакөлдікі болды, Қызылорданың бассейн инспекцияларының бәр бастықтары бізге болдық как раз сол жиналыста. Олар 5 минут сайын барып, сол кезде қайта звондап тұрды. Это было где-то в мае, что ли, су керек кезде ғой, сол кезде. Аналармен айқайласып жатты. Мысалы, Шу-Талас қақтан суды аламыз? Біз Қырғызстан аламыз, иә? Қырғыздар бермей жатады суды. Айқай шу болып жатты, мысалы. То есть... суды речкадан көп жіберіп. Иә. Ақшаны суды расширять етіп, набирать етіп қойса, кейін по-любому кішкене болса да уже эффект болады. Уже аржа, например, қазір грубо айтқанда, например, майдың 20-сына дейін су жететін болса, уже ана майдың аяғы. Негізі водохранилищеға берген кезде, там специальный объемнан жоғары ұстауға болмайды. Разрушится. Давление болмайды, там көбейтсе дейді да. Жоқ, түсініп отырмын, оны қалай көбейтесің? Ана же может керек болған ғой. Қазір заезживание битімнан да қалды. Сонда су қайсысы көп сияды, маған көп сия алмайды нағыз. Ол айту оңай. Айту оңай. Қанша жыл ақша бөлінген, бәрі істемеген жоқ. Басқа бірдің келіп кесіп қалды. Енді осыдан 2 жыл бұрын біздің Қазынаудың адамдары, потом Арал осының по этому фондының адамдары как раз бүкіл водохранилищелердің состояниесын қараған. Сол жылы как раз су тапшы болды. Барлық жерде вот эти водохранилища почти пустые были. Яғни су жоқ болды. Ол тек қана соған байланысты емес, ол мысалы от водности года зависит. Судың су көп жылға, су аз жылға байланысты. Сіз мысалы суды аламыз да қоя саламыз демейсіз ғой. Ол оңай сізге. Ол мысалы я не знаю, это очень большая проблема. Сіз алдыңызда барып қазып тастайсыз ба? Майдың 20-сында су, например, біздің дамбыдағы, Таскөлдегі дамбыдағы 20-шы майда бітетін болса, су, например. Если углубление жасап, еще расширение жасаса, ол уже майдың аяғы 30-на дейін болады, может, жүйеннің ортасына дейін барады, уже су көбейеді ғой, көп болады. Қазір бос қалып жатыр, құмға. Қазір бізде элементарно қазір алсаңыз, барсаңыз, речкадағы су көп ағып жатыр, халыққа су керек жоқ, например. А именно халыққа су керек кезде бүйтіп беріп қояды да, мына саған жетіп беріп қояды, ал ақшаға келген кезде, ойбай, әкеле бер ақша бере. Сіз влияние жасай аласыз ба тасөткелге? Тасөткелге ешкімнің влияниесі жасамайды, на уровне государства надо делать. Дұрыс па? Ол, мысалы, любой судың мәселесі, ол көп деген дау қазір, потому что ол бүкіл мемлекеттер өзара келісу керек. Мысалы, Шу-Таласский бассейн алатын болсақ, негізі келісім бар. 50% біз, 50%, но ол орындалмайды ғой.
Өмір айқайлап жатады, су жетіспейді. Содан кейін сол кезде как раз бір жиналыста болған кезде айқайласып қалған, соның қырғыздармен біз арамызда Гүлмира екеуі айқайласып қалды сол су үшін. Аналар айтады, біз сендерге су бермейміз дейді жазды күні. Неге дейді, сіздер дейді қысты күні барлық суды бізге беріңдер дейді. Біз энергетикаға жібереміз дейді. Сонда жазды күні сендерге су береміз дейді. Вот тоже не выход же это, правильно? Вот, сондай әңгімеде болды. Енді оны су туралы айту өте қиын. Түсініп ғой, қазір мен не отырсам, қазір нәрсемен набор істеу керек қой, қазір набор істеуіміз керек, қазір набор істеу керек, заполнять. Каждый ведромызды қазір толтырып алуымыз керек та. А сол пустой болып тұр да, бізде набор істемейміз. А көктем егістікке келгенде бізде ойбай су жоқ деп содан кейін. Содан кейін лиманное орошение дегенді пайдаландыңыздар ма сіздер? Лиманное орошение. Көл табандап суғаруды. Негізі, мысалы, су тапшы жерлерде көл табандап суғаруды пайдалануға болады. Мысалы, мынандай біліктер жасайды, валы дейді ғой, орысша айтқанда. Сөйтіп, мынандай обычно мынандай блюдце секілді жерлерге қолданады. Су жоқ жерлерде, мысалы, сондай қарды жинап, қысты күні бір-ақ рет суғару, бір реттік суғару дейді оны. Қар тоқтатып, сөйтіп сонымен де суғаруға болады. Енді сіздің айтқаныңыз енді ол менің прерогативыма кіре алмайды ғой, ол енді на уровне этого дейді. Потом еще тағы да бір жаман жері. Бәрі де состояниесі қандай? Сіздің барлық водохранилищелардың, плотиналардың состояниесі қандай? Например, бізде водохранилищелер қазір өтіп жүрді Таскөлде. Тоже 3-ші электростанцияны қойып жатыр бізде. Аха. Например, біреу тұрады. Алғашында екінші соңға дейін үшінші соңға жатыр. А уже дополнительно екі электростанция тұрғаннан кейін уже чуречкада қанша су кету керек сағатына. А что ғана бәрін жұмыс жүргізу үшін. А уже су далаға ағып кетеді тоже, халыққа мынау біздің чудың ауданның несі кетпейді тоже. Енді мен түсініп отырмын, ол енді бүкіл елдің соның проблемасы негізі су тапшылығы. Енді жаңбырлатқыш осы шлангылы жұмыс істейтін, ол екі анамен істейді. Сіздер немен жұмыс істейді сіздерде? Электроприводпен, двигательмен істей ма или гидротурбинамен істей ма? Наверное, электропривод, да? У вас. Чего? С чем работает дождевальная машина, барабан? Дизельмен, да? Вот. Ну вот, двигатель внутреннего сгорания вместе свой. Ага. Сонымен істейді. Так, потом оның руководствосына байланысты. Но раньше были полиэтиленовые шланги, но в основном рукавпен істейді в основном, я? Қазір. В основном бәрі де рукавпен часто қолданады. Полиэтиленовый шлангпен редко қол. Сіздікі қандай? Полиэтиленовый, кәдімгі ненге ма? Да. Полиэтилен, анау сияқты. Вот, и вот здесь это правда написано, это не китайское, это итальянское. Мына кісілер бар. Это зависимость от производителя. Потом олардың ішінде олар бөлінеді. Бірақ негізі ең арзан осы шығар, деп ойлаймын мен өзім. Вот. А вот здесь вот, әртүрлісі көрсетіп тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Вот видите, вот это полностью автоматизированное. Вот. Это вот, мысалы, мынау көлден алады, каналдардан алады, әртүрлі ол. Да. И сіздің су көзіңізге байланысты. Мысалы, су көзі каналдардан алуы мүмкін, өзеннен алуы мүмкін, сразу, әртүрлі. Арық деген это есть же канал.